Құрметті мектеп ұжымдастары, апайлар, ағайлар, ата-аналар, бүгінгі мынау мектеп бітіріп жатқан іні қарындастарымыздың талабы оң болсын, таңдаған мамандығына жетсін. Мектепте біздің 30 жылдық, 20 жылдық түлектеріміз келіп жатыр екен. Тойларыңыз құтты болсын бәріңіздің де. Осы мұғалімдердің көптеген осындай жетістікке жетуімізге, осындай үлкен азаматша болуымызға, осы апайларымыздың бірден бір еңбегі зор. Әрқашан ата-аналар апайларымызды, ағайларымызды әрқашан құрметтейміз. Ағай апайларға денсаулық тілейміз әрқашан. Осы мектебіміздің осындай үлкен деңгейге шығаратын жас қарындас інілеріміз көбейе берсін. Әрқашан мектепті ұмытпай, апайларымыз отыр өзіміздің. Кішкентай кезімізде осы кісілер бізге сабақ беріп, бізге ақылын айтып, біз үшін осы кісілер қаншама уақытын бөліп, оған жұмыс оңай емес. Не дейміз мынау? Келіп отқан қонақ апайлар, ағайларға да рахмет, уақыттарыңызды бөліп келіп отқандарыңызға. Құрметті ардақты аяулы ұстаздар, бүгін біз бұдан да 30 жыл бұрын Алтынұя мектебінен ұшқан түлектер үшін ерекше толқыған күн. Уақыт зымырап өтіп 30 жыл өтсе де, сіздердің алғашқы қоңырау күлімдеген жүздеріңіз, бізге берген әрбір партадағы ғибрат сөздеріңіз кеше ғана сияқты. Сіздер бізге тек пәнді ғана үйреткен жоқсыздар. Сіздер бізге өмір сүруді, адам болуды, қиындыққа мойынбауды үйреттіңіздер. Бүгін біздің арамызда түрлі маман иелері, аяулы аналар, асқар тауакелер отыр. Осы жетістігіміз әрбір кіші сіздердің төккен терлеріңіз деп, шын жүректен шексіз төзімізді жемісі деп білеміз. Қазіргі сол ұстаздарымыз, ардагер ұстаздар, сіздердің алдарыңызда басымызды иіп, мың алғысымызды айтамыз. Денсаулықтарыңыз мықты, жүздеріңізден күлкі кетпесін, шәкірттеріңіз